Баршаңызға сәлем. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге тандыр нанға ұқсас қазан нан дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Кәдімгі духовкада немесе пеште пісірілетін нанға қарағанда әлдеқайда дәмдірек. Ол үшін ең алдымен бір стакан жылы суымызға бір ас қасық ашытқымызды және тұзымызды үлкен қасықпен қантымызды салып, барлығын жылы суда араластыратын боламыз. Қант ерігенше және сұйық майымызды құйып, 10-15 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Қанша мөлшерде қажет екені төменде описание бөліміне қалдырып кетемін. Міндетті түрде сол жерден алсаңыздар болады. Мінекей 15 минутқа тұндырып қойып қойдым. Арада 15 минут өтті. Осындай реакцияны байқаймыз. Арнайы електен өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мінекей осылайша қолдың көмегімен ұнды аздан салып, қатты болып кетпеу керек қамырымыз. Осылайша дайындаймыз. Мінекей нанымыздың қамыры дайын болып қалды. Басын біріктіріп, қолдың көмегімен дайындап аламыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Кішкене ғана ұн сеуіп, жан-жағын тазалап, әдемілеп, басын біріктіріп аламыз. Қолға жабыспайтындай қамыр шықты. 40-45 минутқа мінекей жылы жерге орап қойып қоямыз. Арада 45 минут өтті. Өте әдемі көтерілген жұмсақ қамырымыз дайын болды. Қазір көтерілген қамырымызды екі бөлікке теңдей етіп бөліп алатын боламын. Сіздер де дайындап көрсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. 10-15 минут қана уақыт кетеді дайындауға. Осылайша екі теңдей етіп екі күлшеге бөліп алдым. Оқтаудың қажеті жоқ. Көтеріліп тұрған қамырымызды осылайша қолдың көмегімен күлшелеп аламыз. Сіздерде нан ұрғыш болатын болса, ортасы нан ұрғышпен, ал егер болмаса, осылайша вилкамен тесіп шықсаңыздар болады. Мінекей қазанды қойдым. Қазанның ішінде еш нәрсе жоқ. Тұз салып, қазанды қыздырып алатын боламын. От қатты немесе тым жай болып кетпеу керек. Қазанның қақпағын бөлек және қазанның өзін тұз салып бөлек қыздырып алдым. Мінекей жаңағы вилкамен тескен күлшемізді дайындап алдым. Жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын бөлек ыдысқа салып алатын боламын. Сары уызын қазір бетіне жағатын болам, ал ақ уызын теріс қаратып, қазанға жабысу үшін осылайша түбіне жағып шығамын. Сары уызын қоя тұрамын. Қазанымыз қызып дайын болды. 10 минуттай қызса жеткілікті. Мінекей қызған қазанның қақпағына осылайша күлшемізді салып, жан-жағының жабысуын қарайтын боламыз. Вилкамен тесіп алып, әдемі форма шығарамыз. Мінекей сары уызды әдемілеп жағып, қызған қазанға бетін жауып қоятын боламыз. Өздеріңіз қалауларыңызша мак немесе кунжутты сепсеңіздер болады. Мен қазір кунжутты бетіне себетін боламын.
қазақша контентті қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып пікір қалдырып кетсеңіздер болады. Мінекей 20-25 минутта піседі. Арасында қарап, шиектерін қызарған жағын айналдырып отырамыз. Сарғыш түске айналып жатыр күлшеміз. Мінекей дайын болды, өте жұмсақ, әдемі түсте нанымыз пісті. Алуға да өте ыңғайлы, жабыспайды. Келесі күлшені де осылайша дайындау үшін қайтадан қақпақты бір қыздырып аламыз. Екінші күлшемді салатын болам. Мінекей қызғанына көз жеткізіп, қарап көрсеңіздер болады. Екінші күлшеміз дайын. Дәл осылайша алдыңғы видеодағыдай қайталап пісіріп алсаңыздар болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Оңай әрі тез жасалынатын ыстық нанның бірі. Мінекей жұмыртқаның сары уызын кейін жағып, ақ уызын астыңғы жағына осылайша жағып, қазанға жабыстырып аласыздар. Мінекей екінші күлшемізді пісуге дайындап жатырмын. Мінекей дайын болды. Ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіздер.